хакім деген білесіздер Құранда Лұқман хакім. Соның зөмасы екен мына жерде. Сонымен жаңа жігіт Құран оқып келді. Маған айтып қойды, Құран оқысайын деп қойды. Жаман ұялып деді ана жерде. Сонымен әңгімелесіп келдім, қалай Құранды толық жаттағансың ба деп, енді жаңа оқуын әрекет жасап жатырмын өзімше. Арамен қабаттасып. Әңгімелескім келіп жатыр, ана қызық болып тұр маған. Сонымен айттым, Құран жаттағансың ба дедім, толық жаттап тастағанмын дейді. 10 жасына жетпей ма жаттаған екен. Сөйтеді де айтады, енді ауылда сабақ беріп не қылмадың ба, таксовать етіп жүрген қалай болды деп жатыр да енді Мәдинада. Сөйтсем, маған осы қала жанға жайлы дейді. Осы қала жанға жайлы, осы қаладағы кісіге түсті ғой ол Құран дейді. Осы жерде өзіне оқып жүргенде болып жүрген дейді. Құранды. Отырды Құран оқиды екен жаңа таксиде. Сонымен айтады, бауырым сен білесің ба дейді. Мен ауылда табайын не, Мәдинада табайын не, мен бәрібір Құдайдың семьясымын ғой дейді. Қалай дедім, мен таңғалдым. Қалай десем, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан жоқ па хадисінде, кімде-кім Құранмен айналса, ол Алланың отбасы болып қалады деп айтқан жоқ па дейді. Сөйтсем, бұл хадис бар екен, мен жаңа көріп жатырмын, білмейді екен мұндай хадис бар. Құран туралы білеміз ғой, бір әріпке 10 сауап, нені білеміз ғой. Бірақ мынаны білмейді екен, мынау бір патолог болды енді. Дейді, маған айтады. Мен әкемін дейді, бала шағам бар дейді. Солар үшін жүрмін ғой мен дейді қазір. Енді менің отбасыма табатын табысымнан көрі дейді, отбасымды асырауға ұмтылғанымнан көрірек дейді. Бүкіл ризықты қолында ұстаған Алла менің отбасымды мен асырауға күш құдірет жетпек деп ойлайсың ба сен дейді. Мен Құдайдың отбасымын дейді. Қараңызшы, түсініп жатсыздар ма әңгіменің түрін? Мен Алланың отбасымын дейді. Алла өзінің отбасының мүшесін ризықсыз тастап қояды деп ойлайсың ба сен дейді. Ойбай, анау деген кәдімгідей уағыз айтып тастады ма? 15 минут барыммен шығады. Сонымен таксиге тұрдым да жетіп қалып, уже мешітке келдім, Пайғамбар мешітіне. Үстіне бәленбай ақша қосып жіберді маған. Бауырым, уағызың үшін рахмет деді. Иншалла бір жерде айтам деп едім, бірінші рет осы жерде айттым. Алла разы болсын ол бауырға, осы хадисті маған жаттатқан, өзі әр жерде біреу хадис жаттатып кетеді, білмеймін Құдай жібере ме осындай адамдар. Сондықтан Құран оқып жатқан сіздер, кімсіздер? Алланың отбасы екенсіздер. Алла өзінің отбасын ешқашан не істемейді, қиыншылыққа тастап қоймайды. Әке балалар үшін қалай жүгіреді, Алла одан да артық жүгіреді деп пенделер үшін. Жете ме әлде осы жерде? Тоқтатамыз ба? Бұдан артық уақыт жоқ шығар деп ойлаймын енді. Міне сондықтан сіздер оқыған Құранды әр күн сайын жаңағы 3 күнде, 1 күнде бітіріп жатыр деп отыр ғой. Өте керемет, өте қуаныштымын. Мүмкін осы елдің берекелігі, осы елдің тыныштығы, осы